Сәлем баршаңызға. Мен мына кажекейдің тігілу жолын көрсететін боламын. Алдыңғы видеомда салғанымдай мынадай тақиясын тіккен болатынбыз. Бұл тақияның да тігілу жолын видеоның астына сілтемесін қалдырып кетемін. Және де осы кажекейді тігу жолын көрсететін боламын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдап отыруды ұмытпаңыздар. Бізге қажетті құралдар: жіптер, инелер, чепчик, қайшы, және осындай дублерин қажет болады, және матаның өзі. Менде велюр матасы, шторный матасы, бұл өте қатты, формасын ұстап тұрады. Және мен осындай дайын лекаланы пайдаланатын боламын. Бұл лекала менде 5 жасқа арналған. Осы лекала бойынша қазір пішетін боламын. Осындай көрсетпелерді қалдырмай, кішкентай детальдерін қолдансақ болады. Бұл мата үнемдеудің бір түрі. Осындай детальдер болды. Мына подборд, бұны дублериндеу керек, бұны да дублериндеу керек, және мынау алдыңғы бөлігі. Мынау артқы бөлігі, артқы бөлігінің етегі. Мынау былайынан тігіледі. Мынау артқы бөлігі.
осылайынан тіксек, алдыңғы бөлігі сонда бізде әдемі кажеки дайын болады. Енді тігуді бастаймыз. Мына бөліктерді біз дублирин деп алдық. Бұл падборд. Мына үшеуін. Енді біз бұны артық жерлерін, шетте артық жерлерін көріп тұрсыздар ғой. Осылардың барлығын кесіп тастап, түзулеп, бұны әуелі. Жалпы бірінші біз падбордты қосып тігіп алатын боламыз. Ол үшін мына бөлігін осылайынан жатқызып, ал мына бөлігін осылайынан тігеміз. Яғни мынау осылайынан болады. Осылайынан тұрады. Мына екі жерден қосып тігіп аламыз. Бортты осылайынан оверлоктап алдық. Енді негізгі бөліктерін қоса берсек болады. Міне осы бөліктерді қосамыз. Иықтарын қосамыз. Одан кейін мына етегінің екі боковойын қосамыз. Бірінші мен қазір енді иығын қосып алатын боламын. Бізде осындай бөліктер бар, екі бөлік. Бұны біз алдыңғы жағына жаңағыдай бүйтіп жиырып тігіп қоятын боламыз. Бұны біз жай оверлокпен оверлоктамаймыз. Бұны жіңішке оверлоктың жіңішке түрі болады, сонымен оверлоктап болып шығатын боламыз. Ондағы разница қарапайым оверлок осындай болса, ал оны мынадай түрмен тігеміз, яғни мынадай жіңішке. Біз оны мына жердегі белгі арқылы мынау өзгертеміз. Мынау кәдімгі оверлок, ал былай өзгертсек осындай жіңішке болып шығады. Бұл қазақша киімдерге арналған, жаңағыдай көйлектердің етегін жасауға арналған. Мен жаңағы бөлігін осылай оверлоктап алдым. Мына жағын қалдырдым, өйткені мынау былайынан тігіледі. Және де негізгі бөліктің иықтарын оверлоктап алдым. Астыңғы етегін тоже оверлоктап алдым. Міне
екі боковойын және астыңғы бөліктерін бірден оверлоктап алдым. Ендігі мәселе бізде мынау негізгі бөлікті осылайынан жатқызамыз. Осылайынан жатқызып, бірінші мынаны гармошка қылып жинап аламыз. Осыны гармошка қылып жинап алып, мына жерге тігетін боламыз. Яғни мына бөлік осылайынан жиналып, гармошка болып осылай жиналып тұру керек. Яғни нарада жиналып тұру керек. Алдыңғы және артқы бөліктерінде осылайынан гармошка болып жиналып тұратын болады. Сол үшін ең бірінші әуелі тігін машинада қазір осыны жинап аламын. Екеу, мұнда бізде екі бөлік екі жағына. Содан кейін тігуді бастаймын. Міне осылай екі тігіспен тігіп алдым. Енді мынардан екі бетіндегі екі жібін алып тарта отырып жиырып алатын боламын. Осылайынан жиырылады. Міне осылайынан барлығын жиырып алатын боламын. Алдыңғы бөлігін, яғни мынаны осылайынан жиырып алдық. Негізі модель осылай болып тұру керек. Мынау осылайынан жатып тігілу керек. Енді осыны мына жағына қайырып, мына жақ беттен тігіп шығатын боламын. Осылайынан жаңағы желбіршекті қоятын орында алдын ала сызып дайындап алдым. Осының үстіне қазір инелермен қадап тігіп шығатын боламын. Мына осылай жатқызып тігіп шықтық. Алдыңғы жағы. Енді біз бұны бұлайынан жатқызып 1 миллиметрдей тігіс береміз. Мынаның барлығын осылайынан жатқызып тұрып тігіс беретін боламыз. Мыналардың барлығы жату керек. Бірінші тігіс беріп аламыз, содан кейін артынан өтектеп қалатын боламыз. Осылай дайындап тігіп алдым. Алдыңғы бөлігі, артқы жағы осылай жатты. Жақсылап өтектеп алу керек. Бірінші өтектеп алмас бұрын мынау жеңін оверлоктап аламыз. Содан кейін барып қосамыз. Мына жеңінде бұлайынан оверлоктап алатын боламыз. Енді біз теріс айналдырып екі боковын қосып тігіп шығатын боламыз. Осылайынан мына екі боковын қосатын боламыз. Содан кейін екі боковын қосқаннан кейін астыңғы бөлігін қосатын боламыз.
біз етегін жалғайтын боламыз. Мына жағы, алдыңғы жағы. Мынау қосылған боковойын келтіреміз. Осымен келтіріп тігіп алатын боламыз. Әуелі осылай айналдырып қадап шығамыз. Алдымен алдым, артқы бөлігіне артқы бөлігін. Осылайынан қосып тігіп алдым. Енді жақсылап бұны оверлоктап алатын боламын. Содан кейін айналдырып, жаңағыдай подбор тігу керек. Сол кезде кажикиіміз әдемі шығады. Осылайынан жақсылап оверлоктап алдым. Ендігі кезекте подбордың тігетін боламыз. Яғни мынау былай жату керек қой. Жалпы мойны осылай келтіріп алдым. Одан кейін мына жердің бәрін қадап шығатын боламын. Болды. Енді растичка беру керек, дұрыс жату үшін. Яғни осындай тіліктерді жүргізу арқылы біз жаңағыдай жақсы жатуына қолайлы етеміз. Енді мына бөліктерін аздап қырқып алып тастаймыз. Өйткені кедергі жасайды. Мына жерде де мысалы осылай кесіп алып тастаймыз. Және жақсы жатады сол кезде. Мына жерде де мысалы бұрыш жағын алып тастау керек. Осылайынан жатқыза отырып, енді айналдырып, былай айнаның бәрін қосып тігіп шығу қажет болады. Әуелі ішкі жағынан біз
1 миллиметрдей етіп тігіп аламыз. Айналдырып 1 миллиметрдей жату үшін тігіп алу қажет. Содан кейін барып қана мына жағынан тігіс жүргізуге болады. Енді почти кажекейіміз дайын. Енді біз айналдырып 0,5 миллиметр тігіп шығатын боламыз. Өйткені мына астарының бәрі, астының бәрі былай астына қарап тігілу керек. Біздің кажекей дайын болды. Жалпы менің салып жатқан мастер-класстарым ұнап жатса, каналыма жазылып, каналыма тіркелеп, лайк басып, қолдап отырыңыздар. Ал егер де осы кажекейдің лекаласы керек болса, осы видеоның астына сілтемені қалдырып кетемін. Сол сілтеме бойынша WhatsApp номеріне өтіп аласыздар.